Жіңішке ауылындағы қымызханалардың қатары әлдеқайда сиреп қалған. Өйткені Қазығұрт ауданының атқамінерлері күндіз-түні Алматы-Терміз-Ташкент тас жолының осы бөлігін торуылдап жүр. Құжаты барлармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, рұқсаты жоқтарды өз еркімен кетуге үгіттеуде. Айтқанға көнбегендерді айыппұлмен жазалап, әйтеуір тәртіп орнатуға барын салып жатқан көрінеді. Бұл кісілер өздерінің құрылыстарын барлығын алып кетіп жатыр, заңсыз салған нелерін. Енді егер басқа да жаңағыдай заңсыздық болатын болса, көнбей жаңағыдай өзін не қылатын болса, енді ол кісілер сотқа жүгінетін боламыз. Сот арқылы мәселе шешіп, билік бар, сот билігі бар. Сотпен бұға дейін бізде қазіргі таңда үшеуі өзінің несімен еркімен бұзып алып кетті. 4 жеңіл конструкция өздерін еркімен алып, барлығы өздерін реттеп кетті. Әкім ағайын айтқанға көніп, талай жылдан бері отырған орындарын өз еркімен тастап кетіп жатыр дейді. Бірақ жұмысынан айырылған жұрттың жүзінен жылылық байқамадық. Күн сайын қорқытып үркітіп, мәжбүрлеп жатқан соң кетпегенде қайтеміз деп шырылдады жұрт. Біз не істейміз сол кезде? Айтыңыз, не істейміз біз? Әкімнің өзі тұр. Біз не істейміз? Соған жауап берсінші, бірінші. Жұмыс тауып берсін. Мейлі маған 30 мың теңге болса да айлық жетеді маған. Құдайға шүкір деп бала-шағаны бағу үшін 30 мың теңге болса да жетеді. Шыны керек та, ал әкімшіліктен сұраңыз енді. Біз бұлар не істейді? Өз еркімен кетіп жатқандардың пікірі бұл. Мұндағы заңсыз отырғандардың барлығының көкейінде бір сұрақ. Енді қайда барып, қалай жұмыс табамыз? Бұл сауалға билік басындағыларда нақты жауап бере алмады. Тек жаңа орын береміз деп қысқа қайырды. Бірақ оның да қашан жүзеге асатынын дөп басып айтпады. Кетіп атқан жоқпын, жылап қоймайды ғой, бүгін ең соң кетеміз. Бұзамышып отырдым кетпестен. Ана Россиянада қоймайды ғой. Акты жазам, штраф жазам қазір 25 мың 30 мың кетпесең деп. Естейміз, қайқа барамыз енді. Ешті малым да жоқ, көшеде малдың бәрін сатып жібергем. Шымкентте де заңсыз сауда қатарлары сүрілген. Ел жылапсықтап қарсылық көрсетіп бақты. Бірақ қала билігі дүңгіршіктерді соттың шешімімен келіп қиратты. Тек күнкөріс қамымен жүрген саудагерлерді көшеде қалдырған жоқ. Қырғы базардан орын тауып беріп жеңілдік жасады. Араға бір ай салып Түркістан қаласында да жабайы сауда қатары бұзылды. Жергілікті билік арнайы жасақпен келіп базардың быт-шытын шығарды. Мұнда да шенеуніктер шырылдаған елді сыртқа теппеді. Мыңдаған адамды заңды жұмыспен қамтыды. Қазығұрт аудандағы кәсіпкерлерге де осындай жағдай жасалама деп аудан әкімдігіне бардық. Жауапты басшылары жиналыста екен. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Антон Семенов, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.